Аршалы кезеңен жайлау, Алатаудың төрінде, жатыр әне жан бастап Қарасаздың өрінде, нағашылар жайлаған, жаз жайлауы осы еді, қосақтап қойды байлаған, жер еді ғой кешегі. Мынау атаңның жұрты, жайлауы, осы жерде балашақ көп өтті бізді. Осы жайлауға жылда шығатын, çünkü кішкентай кезімізде өсіп. Атаң деген өсіп жанда келіп жүреді. Атаңа тарпқансың. Отырсың да, жүрсің де, аттың жүретін міне. Әдемі. Міне. Көрдің ба атаң жайлауы қандай? Осы жерде Қасымжан атаң отырған осы жайлауда. Сауырының өз сан ғасырға азық болатын қойны құт, бауыры берекеге толы қар талатау. Жазиралы жері қыздың жасауында жайнап тұратын, тәкәппар таудың баурайын жағалай қоныстанған жанның бірі Қасымжан Бекмұхамбетұлы. Жаз шыға көркі көз тартар, Аршалы жайлауын аяқ артатын Қасекең бірнеше жыл қатарынан қой баққан, елге еңбегі сіңген шопан еді. Әкемнің өзінің еңбегі зор. Еліне, халығына. Әкем де малды бақты. Әкеме неғып осы жаңағы асыл тұқымды қошқарды берді. Әкем сол асыл тұқымды сонымен кіріп кеткен бұл кісі міне. Міне кітабы бар. Еділбай деген миранос, міне қошқар. Жас кезінде ол кісі деген өзі жаңа заготовитель болған кісі. Жас кезінде ол. Учетчик болды, малдың санын, осы қойдың несін санын. Оның алдында жаңа одан кейінгісін бір атар қой бағып өзі кісі. Дүзден 150 қоз алған кісі. Мал басын көбейтумен қатар, Қасекең көбейту кестесінде жатқа соғатын, есепке жүйрік өтті. Бұл қасиет оның өмір бойы мал бағумен шектелмей кейіннен агент, яғни ауыл-ауылды аралап, елден салық жинаушы маман атануына да септігін тигізді. Қасымжан енді оқуда да, бірге оқығанда да математиканы жақсы біледі оны. Мына агент болып жүріп, налог жинағанның өзінде, онда чотпен санайды, чотты да алмай, қарайттағы санап, ауызша санап береді оны. Қасымжанның еңбек қорлығы мен мәрттік мінезі оған әкесінен қонған. Шопан атаның қасиетті таяғда әкесінен мұра болған. Қасекеңнің әкесі Бекмұхамбетте қой баққан, малдың тілім тапқан жан. Ішкі жан дүниесі өте сұлу болған адам. Ақсақалдың ішкі әлемнің сұлулығы мен әдемілікке құмарлығы, айналасындағы адамдарға деген ерекше қарым-қатынасының дәлелі, ол кісінің сол заманда жарына да, келініне де сәйгүлікті сайлап, тарланбозды таңдап мінгізгеннен көрініп тұр. Өзінің жолдасы Рахима апаға көк барқыттан камзол кигізіп, аппақ жібек көйлек, аппақтан жібек кимешек кигізіп атқа мінгізетін. Не болмаса түйеге мініп, сағындық немересін, бірінші енді сағындықты олар, сағындық десе жеген астарын қоятын. Келінін Ұлтай келінін де әдеміше кигізетін. Ұлтай тәтем өзі де әрлі, сұлу, қазақтың бір сұлу келіншегі болды ғой. Бойшаң, тік жүретін. Сонан кейін мінетіні боз жорға болатын. Жағыңа қызыл камзол киіп, камзолдың алды күміспен әшекейлеген, білекте екі бүрім шашын артына жіберіп қойып, қыз құсап, жаңағы күмістен шолпы тағылатын. Соғысы ары-бері жүргенде артынан қуалап тыңдайтын. Ақыл айтар ел ағасына айналған Бекмұхамбет ақсақал ойы қанша орамды болса да, шешіліп, шешенсіп, көсіліп көсімсімейтін. Айтар ойын мінез құлқымен,
қас қабағымен танытатын, бірде жиені Нұрсейіттің үйіне барған. Ол түкірсе түкіргі жерге түспейтін, ауқатты жерден қыз алған, елді бетіне қаратпайтын жан ет. Бекмұхаммет ақсақалдың соғыс ардагері Нұрсейітті сол жолы бірақ сөзбен сабасына түсіргені бар. Жергілікті халық Бекмұхаммет Нұрсейіттің қолына күрек алдырдыпты деп таңырқағаны Нұргүл апайдың күні кешегідей әлі есінде. Бір күні есімде, ана әкемнің кіші бауыры Әскербектің үйіне бірінші кіріпті. Бірінші кіріп қыс болатын, сонан кейін біздің үйге келді. Соны келе сап, Нұрсейіт, мынау не деген сұмдық? Екеуінің арасында, екі үйдің арасында жол жоқ қой. Сендер неме, бір-біріңнен есіктеріңді ашпайсыңдар ма? Деген сондай сөз естіді әкем. Ол енді үлкен кісі білмейді, ол огородтың ішінде, жаңағы бақтың ішіндегі жол, біз негізі көшемен айланып жүретінбіз. Көріп білгенімен, теріп түйгені көп Бекмұхаммет ата қашанда жаңалыққа жаны құмар еді. Сол заманда ел жұртқа таңсық парсы кілемі, телевизор, кір жуғыш машина мен автокөлік сияқты дүние мүліктерді өзгеден бұрын сатып алатын. Елдің еңсесін езген сұрапыл соғыстан кейін Жамбыл ауданы бойынша алғаш рет той жасағанда осы Бекмұхаммет болатын. Сәт жайлауындағы сағындықтың сүндет тойы көз көргендердің күні кешегідей әлі есінде деседі. Асыл қасиеті мен ел аузына іліккен ел ағасының кіндігінен екі ұл тараған Нұрқасым және Қасымжан. Мен 48 жылы 16 жасымда алып қашып келді отыға. Содан мінекей 72 жыл болды мен келгелі. Мен келгенде мына қыздың әкесі 14 жастағы бала. Бірге ойнап, бірге жүріп, қой бағамыз, қозы бағамыз, бірге жүреміз. Ата сауда жасайды екен. Сауда жасап қалаға, далаға барып келіп жүреді. Жақсы тұрмышты, жақсы тұрады. Бекмұхамметтің кіші ұлы Қасымжан зерек, алғыр болды. Бір көргенін ұмытпады. Мектепті де жақсы оққан еді. Болашағынан зор үміт күттіретін. Спорт жағынан да мықты болатын. Ағеділ мінезімен, кеңпейіл жүрегімен танылған жомарт жан еді. Астындағы жалғыз атын досына беретін нағыз қазақ десе де болады. Машинені әр қай уақытта керек болса мініп, жұмысыңды бітіре берді. Машинені алып, сол Қасымжанның арқасында машинемен қазіргі өзімнің жолдасыммен, Тұрсынбөдімен танысып дегерестен сол машинемен алып бердім. Одан кейін айтатын ол, маған Қасымжанның нақтылы, Жөкен, сенің өзіңнің денсаулығың нашар, аяғың енді мынандай қара жұмысқа жарамайсың. Сен оқи бер, оқуыңды көбейте бер. Бір институт бітіресің ба, не бітіресің әйтеуір конторда отыратын жұмыс істейтіндей ақылын айтып, сол ақылменен мен 10-шы класс бітірдім дағы сельхозинститутта инженер механик болдым, шопыр болғаннан кейін, неден кейін. Сол оқуды бітіріп келгеннен кейін жұмыс бітіріп, екеуміз қайда жүрсек те сол бірге жүрдік. Жөкен мен Қасымжанның да әкелері айнымас дос еді. Сұрапыл соғыс басталған 1941 жылы қос отбасы сол кезде Алматының шеті саналатын Заря-Восток ауылында тұратын. Кейіннен Прогресс совхозына, қазіргі Қасымбек ауылына көшіп келіп, көрші атанған. Тайғұлындай тепсіп өскен достардың бір-біріне ықыласы ерекше болатын. Жөкен аттан құлап аяғын сындырып алғанда, Қасымжан үнемі қасынан табылды. Қасымжан мені көтеріп, жүргізіп, аяғыммен жазылғанша сөйтіп мені бағып жүрді. Шешелеріміз жұмысқа кететін. Күмісбала деген апамыз нанын пісіріп, айранын, тамағын істеп, Қасымжан сонымен маған әкеп тамақ береді оған. Содан кейін сол аяғым кішкене жазылғаннан кейін ойнаймыз, жас баламыз, школға барамыз. Сонда мені хромой бергел дейді, алып ап, мойнынан құшақтап алам, бір аяғым көтеріңкі, бір аяғым менен
сол Қасымжан мені жетектеп школға апаратын, школдан алып келетін. Allah Muhammed ya Allah Ali Muhammed keme sallayta Allah İbrahim ya Allah Ali İbrahim inneke hamidun majid bir rahmatka Дана халқымызда адамның баз бір мінезі туған топырағына кейде жарық дүниесін ашқан кезіндегі табиғат маусымына тартады деген ұғым қалыптасқан. Болса болар-ау. Болмыс бітімі табиғатпен үндес Қасымжан Бекмұхамедұлы көз көргендердің санасында әрбір жанның бойынан табыла бермейтін сан қырмен сақталған. Мен күйеуіме ұрысып, мен қарындасыма сөйлесең менен көресің деуші еді. Сонда мен шалмай айтатын, жаныстардың бәрі ешқайсы сөйтіп айтпайды осы. Қасымжан айтады, сен өте жақсы ұрайды екен деп. Қасымжан ақ көңіл, балажан, балаларға былай не. Бірақ та бір дүңк мінезі бар болған. Елге сыйлы болатын, елдің бәрі сыйлайтын, шалдың баласы деп. Бала шағасын жақсы көретін, әйелін де жақсы көретін. Үйге барғанда әке қыз, жоғары шық дейтін. Ақ көңілшек, елдерге жаңа ана ашуланып нетсе жылдам қайтатын. Онша не емес, резко айтыр. Айтып алады да, соны қайтатын. Мен енді келін ретінде емес, жаңа қарындас ретінде санады осы. Сіз деп сөйлейтін келін болсам да. Екі күн келмей қалса, үшінші күн не болып қалды. Қалайсыңдар деп жетіп келетін. Мені бір көріп үйдің үшін балалардың бетінен бір сүймей кетпейді ғой. Алайда Алла сүйген құлын сынайды демекші, жайма-шуақ күндердің бірінде 1973 жылы Қасымжанның анасы Рахима 73 жасында өмірден өтті. Бұл қабырғаны қайыстырған қазет, жатса да тұрса да бала-шағамның жолында мен құрбан деп жаратқанға жалбарынған Қасымжанның әкесі Бекмұхамед те 1975 жылы келмес күндер кемесіне отырып, өзінің мәңгілік мекеніне аттанған еді. Қасымжанның осылайша бір емес, екі қазаны бастан өткеруіне тура келеді. Бұл ауыртпашылықтың барлығы папамның басына тиді. Сол кезде папам 40 жаста, екі қаза болды, әйелі ауру, балалардың барлығы кішкентай. Папам қанша қиналса да, оның барлығын бізге көсертпей, ол ауыртпашылықты аяғына нық тұрып, барлығын атқарып жүрді. Қазір енді мен өзім таңғаламын, папам қандай мықты кісі болғанына. Атасы мен әжесі мәңгілік сапарға кеткенде 6 баланы бағып қағу, ауыр дертке шалдыққан анасының жағдайын жасау, үйдің үлкені Айманның мойнына жүктелді. Әкесі бала-шағаны асырау қамымен жүрген. Сол кезде 15 жастағы ойын баласы Айман тұлымы желбіреп, желмен жарысып ойын қуған жоқ. Ерке мінезбен балалық еркіндікте үлкен жауапкершілікке ойысты. Артынан ілескен іні сіңлілеріне бас көз болу, ойын мен балалық шаттыққа шек қойды. Қыздарды мен барлығын қараймын, оларды моншаға апарамын, киімдерін жуып, барлығын үтіктеп, оның барлығын бағанағы мамам отырады, соның қасында мен барлығын жасаймын. Соны жасап атқанның өзінде мені мамам деген мақтап, бір кішкентай нәрсені істеп қойсам да, соны мақтап айтады. Мамам мақтаған сайын мен де сол жұмысқа қатты кірісемін. Бағанағы нан илеймін. Отырады мамам, ба нан илеймін. Соның кейін қызым нанның үйуін қандыру керек деп, бағанағы нанды дүп-думалақ қылып жаю керек. Сен мына нанды жайып қойғаныңнан елдер біледі сенің қандай пысықтығыңды. Үйде төсекті жинағанда, төсектің көрпенің қыры шығып тұру керек дейтін. Жастықтың тісі таза болу керек дейтін. Соның барлығы қазір ойлаймын, қандай керемет асыл адам болған. Соны жай ғана айтып отырып, сол әңгімемен. Соның барлығын мен ылғи да енді бағанағы таза болуына ылғи тырмысам ғой. Дерті асқынып бара жатқан Күлғайшана
өзінің соңында қалатын ұрпағымен Құдай қосқан қосағы Қасымжанның жағдайына қатты алаңдайды. Өзінің ендігі кезде бергі дүние емес, арғы дүниенің адам екенін сезген ол, көз тірісінде күйеуіне жар, балаларға шеше болатын адам іздестіреді. Бір күні шақыртат, келіп кетші деп. Соң мен жолдасыма еттім, Күлғайша шақырып атыр, Қасымжан екеу. Жүр барып келейік деп. Төсекте жатыр. Ой, не болып қалды екен деп келдік, кесек күлет. Ей, сендер шақыртқаным, мен бір әңгімемді айтайын деп өзі жайлап сөйлейтін сөйтіп, керіліп. Соның кейін, не әңгіме айтасың? Өзің денсаулығыңды ойласаң, қайтесің әңгімені. Тамақ іштің бе бүгін, анау-мынау деп сұрап жатырмыз, қалың қалай, жағдайың қалай? Жағдайым жақсы, тамақ іштім кішкене деп қояды. Содан, әй, мына книждан бір әйел келіп жүр. Мына үйді кішкене жөндеп, кірі жуып бүйтіп жүр. Соны осы мына көзім тірісінде мына Қасымжанға қоссақ қайтеді деп. Өзі ауырып жатса да сол балалардың қамын ойлап, Қасымжанның қамын ойлап, мыналарға тамақ істейтін адам болмайды. Тірі адам тіршілігін көреді, ештеңе жоқ. Сен өзің жазылбашы әлі деп бой бермейміз. Тағдырдың жазуына қарсы тұрар кім бар? Асқар таудай әкесінен, ет жүрегі анасынан айырылған Қасымжан, өзін тағда бір ауыр соққы күтіп тұрғанын сезсе де, мойындағысы келмеді. Бірақ дендеген дерт, ақыры 37 жасында шаңырақтың ұйтқысы, алып жүрек иесі, 6 баланың анасы Күлғайшаны алып тынды. Өмірден ең қадірлі адамың озғаннан кейінгі уақыт өте бұлыңғыр. Өң мен түстің арасындағы созылмалы ауыр сәттер. Демің тартылып, көкірегің өкінішпен, сағыныштан қысылған кез. Келмеске кеткен адамның оралмасын мойындап, тірі адам тіршілігін жасайдыға илануға тура келетін өлара. Алайда, қараңғы түннен кейін жарқыраған күн тудырған Алланың құдіретінде шек бар ма? Қазадан есеңгіреп қалған отбасында да уақыт өте келе күннің жылуы сезіле бастайды. Ол жылу екінші шешенің үйге келу еді. Қаскең аяулы жарынан айырылып, жүрегі езілгенмен, балаларының болашақ үшін еңсесін тік ұстап, балаларға ана орнына ана болар жолдығыз шешейді үйге ілестіріп келген. Кесем жағы жөкөніміз жүр үйде. Әп-әйбет, жап-жас келіншек, қабағы ашық, өңі жарқын. Қасымжанның да қабағы ашық, кішкене уайымнан кішкене нетіп ашылып қапты әйтеуір. 75 жылы декабрьдің 20-сында келдім. Қыстың күні. Енді бұйрық батын әйтеуір. Ана бірге жұмыс істеген адамдардың сөзін мен әйтеуір миыма нетіп қалды ма, солармен келдім ғой, енді осы баланың жетті жанның үстіне. Мен келгенде енді ең үлкен қызым осы Айман екен, одан басқасының бәрі жас енді. Енді сонда соны әйтеуір әкелді, отырғыздаса отырдым. Енді өзім келгеннен кейін отырдым. Соның кейін білмеймін қалай сол үйге мен өзім тура бұрын сол үйге де жүріп тұрып жүрген адам сияқты әйтеуір өзім сіңіп кеттім. Енді үйде ата жоқ, ене жоқ, жаңа күйеуім, балалар жас бәрі. Ана балалардың сұрын көрдім ба, үйді көрдім ба, содан енді өзімен жүрегіме бір аяушылық сезім бердім әйтеуір. Келе салдым да кіріп кеттім әкеуір. Жаңағы кірін жуып, тамағын істеп. Әйткенмен де артында қалып бара жатқан Алтауды бағу қиын екенін сезген Күлғайша ана, көзі тірісінде кенже ұлы, қырқынан енді ғана шыққан Мұқтарды самсыдағы нағаш әпкесі Гүлжанға аманаттап кетеді. Бала тапқандық емес, баққандық ғой Гүлжан. Дегенмен де
Мен қайтып кетсем баламды 18 жасқа толған соң үйірінен айырма. Есі кірген соң ортасына қайта қос. Ананың соңғы аманаты осы еді. Кейіннен Мұхтардың әкесі көп келе бастады, әпкелері келе бастады, үйден шықпай. Содан бастап білдік, что уже Мұхтар вообще со жақтың уже баласы деп. Бірақ енді біз оны үлкейген кезде өйтіп алып кетеді, берем деп мамам өйтіп ойламайтын шығар деп жүргенбіз. Кенеттен енді өскен кезде 18-ге келіп үлкен жігіт болғанда мамам айтты, қайтару керек бұл баланы. Өйткені шешем сіңілімнің соңғы аманаты маған айтып кеткен өлердің алдындағы. Бұны қайтадан өз үйіріне табыста баланы табыстауыңыз керек. Өскен кезде тек қана майын бағыңызда, өскен кезде өзінің бауырына табыстаңыз деп аманат айтып кеткен сіңілім. Сол аманатқа қиянат жасамай баланы қайрам деді. Әрине бәріміз жыладық, бізге ол бір бауырыңды бір жаққа бөліп алып баратқандай қиын болды ол уақыт. Сонымен бәріне көндік. Мұхтарды әкесі келіп, жаңағы кейінгі Жөкен анамызбен бірге екеуі жаңа атын мінгізіп, бұрынғы соңғының нелер бар, ырымдарын жасап, чапанын жауып, әкеме сұрап, әкемнен рұқсат алып, жаңағы шешемнен рұқсат алып, қайырып алып кетті. Әуелі Алла, екінші ата-ананың арқасында өскен өнген, ұлын ұяға, қызық қияға қонған ұлағатты жанұяның мың жылдық құдалары да бар. Көз түрісінде Құдай қосқан құдалары Қасымжанның сый сияпатын, ыстық ықыласын сезінген, қолдауын көрген асыл жандар, бүгінде сол ұрпақтарының арқасында өсіп, өніп отыр. Қасымжанның алғашқы құдалары Шымкенттен болды. Қазір құйрық бауыр жескелде 35 жылға аяқ басты. Алғыз қашық болатын көп анасы алмадыққа тойында келіп қалдыңыз. Аймақ келді, қыз өсіріп, Францияға рахмет. Ол қыздарымыз өсіп, бір ел ауыл болып келгенсіңіз. Мен барғанда, Жұмабайдан үйіне, Айман үйіне барам, Жұмабайдан үйіне барғанда Құданың алдынан шығып салаңдап, бетімен сүйіп, Құдағайын бе қатты деп, сөйтіп асалаңдап көріп шығып тұрушы еді. Қасымжан өте ақкөңіл кісі еді ғой. Ол сенің жағы дастарханыңды басқаңды сен көңілі қарайтын бұрын. Көңілің ашық болып, жағы күліп ойнап су бірасында шеберетін кісі еді. Аршал кезінде бір күн қатты суық болып еді ғой, жаңбыр бұршақ жауғанда осындай отты жағып отырып едік қой. Қасымжаннан тараған ағайынды алтауға бұл дәстүр бала кезден жақсы таныс. Баланың істегені білінбейді дегендей, әкелері ойната жүріп, еңбекке баулайтын, тезек тергізіп, далаға от жағатын. Бүгін сол бір балалық балдәурен шақтағы әңгіме отпен бірге қыза түскен. Папам есімде ма, бағанағы ешкінің етін жақсы көруші еді ғой. Ылғи айтатын, ана қойдың алдында жүреді, ең таза шөпті жейді. Ешкінің шөбі, еті ең таза, пайдалы. Ем дейтін. Олар әкем марқым соны еуші еді ғой, ешкі бірінші күзде сойыңыздар. Сой, қойш папа соймаймыз, осыны сой. Несі қып сой, осыны қуырып жейміз, асып жейміз, сүрлеп. Сол кездегі осы жұрт қой отырған. Иә, осы жұрт, осы отырған жұрт, осы жер. Алпыс жас қосылсын. Құдай қосақ жарымен болмасаң да. Қасымжан Бекмұхаметұлы ағайын арасында өте бауырмалы еді. Үнемі жақсысын жебеп, жаманын тежеп отыратын. Қасекең жастайынан ауыр жұмыс жасап, маңдай тердің қадірін біліп өсті. Еңбек қор болды. Кейінен бұл қасиетін балаларына да дарта білді. 5 жылдығын ойламаған еркектен бездеседі, халықтан алығы. Қасекең өзінің 5 жылдығын ғана емес, балаларының да ғұмыр бойғы тірлігін тереңнен ойлаған жан болған. 81 жылы біз осы жерде монша соққанбыз. Әкем марқұм бізді қалай монша салатынын да үйреткен. Жаңа әпкем, Айман әпкем екеуміз салғанбыз. 3 күрек шлак, 1 күрек
цемент. Сонда мына моншаны бізге апаловка былай айландырып құйып кетеді, қағып жаңағы апаловка салып кететін. Сонда Айман әпкеміз екеуміз соны бір 3 күн уақыт беретін. Сол 3 күн ішінде айландырып, сол моншаны құйғанбыз. Сол керемет бір монша болды. Енді ол моншамыз қанша 30 жыл тұрды. Мынау біздің қамбамыз. Біз 1974-76 жылы папамыз газ 53 айдайтын Айдарлыдан арбуз алып келетін. Соны біз осы қамбаға түнделетіп кіргізетіміз. Папамыз, әкеміз кіргенде біз деген қуанып, бек қолымызды көтеріп папамызды қарсы алатымыз. Папамыз өте еңбек қор болады. Мен кішкентай кезімде әкем осы еңбек қорға үйреткен. Сол арбуздың бәрін кіргізіп, ертең сол керек осы біздің қамымызды ойлап, әкем сол жақтан Айдардан арбуз алып келетін. Любой жұмысты, любой нені көрсеткенде соны қағып алып кететін. 4-ші класстан уже сиыр сауатын, нан илейтін. Сон папам өзі соған қарап өзі риза болатын. Папам ең сүйікті тамағы болатын, қол кеспе. Сол папама көңіліне қарап, көп андай екеуміз қазақ үйде отырғанда тамағын беріп, өзі жылытпаны жақсы көретін. Сол бір кеспені, бір кастрюль пісіріп қоям, соны 2-3 күн қойып қоям, оны жылытпастыста беремін, соны беретімін. Ата кәсіпті ұршықша үйірген Қасымжан аға әрқайсысы 120-130 келі тартатын қой бағып, жылына 14-15 келі жүн алған екен. Тындырымды тірлігінен болар мемлекет 200 бас асыл тұқымды қошқар бағуды сеніп тапсырған. Тіпті бұл еңбегі елеусіз қалмай, Мәскеудегі қой шаруашылығына арналған көрмеге де бармақшы болыпты. ЦК комсомолдан награда берді. Направление сельхоз Москваға выставкаға. Сол выставкаға дайындап, біз берін колхоздан барлығы Асокин деген кім болды, басқарма болды, Сергей Михайлович деген. Сол бәрін дайындап жібергенде, сол үйдегі хозяйкасы ауырып, жағдай болмай, сонда шығамай қалды. Мұның бәрі еңбек қорлықтың, малдың жайы мен жер жағдайын жақсы білгендігінің арқасы. Қыста қыстауда отырса, жаз шыға қияға шаншыла көтерілетін қасқа жол мен қой айдап, шұбар ат арқылы бір түнеп жайлауға жететін. Кейін келе қоңыр арқылы баруға болатын тас жол түскесін көлікпен көшетін болды. 84-тен бері осы дәкен су ішіп бастауды, жол ашылып, бұрын ана жолмен шығатын, шұбар атпен. Енді мына қоңырмен шығатын жол болды. 30 жыл осымен әкем осы жерден басадан су ішіп, көшіріп, жайлауға апарып, үйді тігіп, қайтып, жол қып жүретін өшер әрдайым. Жет сайын шығатын, алмамызды әкеп, продуктымызды әкеп тасып жүретін әкем. Жұмысқа да, досқа да жоғары талап қойған Қасекең, бала тәрбиесіне де қатал етті. Балаңды 5 жасқа дейін патшаңдай сыйла, 15 жасқа дейін құлыңдай жұмса, 15-тен кейін досыңдай сырлас деген тәрбие қағидатын ол жөн санаған. Тәрбие шәкенің сол тағылымы болар, бүгінде ол қыздары сан салада жемісті еңбек етіп, өз алдына түтін түтетіп отыр. Таңертең 6-7 келетінді айтатын. Жатамыз ғой, баламыз ғой, тұрмаймыз, сон келетінді айтатын. Ерте тұрған еркектің бір ырысы артық, ерте тұрған әйелдің бір ісі артық. Сен ерте тұрып тіршілік істесең, күнсіздікте жатасың. Күн салқында есің алынды жина, агөретіңді таз жөнде. Мұрат кіші баласы. Оны тыным таптырмайды. Қолына балғасын беріп, қисық шеге болса да соны түзеттіріп қояды. Болмаса қолына арасын беріп, бір шыбықты кестіреді. Сол сияқты немерелерін еркелетіп, Сәкөнай, Көкөнай, Жәкөнай, Көкөнай деп сөйтіп сол кісілерді балаларының бәрін еркелетіп, сол еркелікпенен еңбекке баулайтын. Сол кісінің тәрбиесінің арқасында қазір немерелерінің бәрі ер жетті. Алды сол бір менің отделдің бастығы болып отыр.
одан кейінгілері де жаман емес, бәрі еңбекқор болып өсті. Өзінің қызында еркелетіп жақсы көретін. Мен үстіме қалат киіп, басыма орамал тартып алып жүрсем, атам маған айтатын, андағы балам деп айтатын. Балам андағы сөлпендетпей қалатыңды шешіп, қалай жүрдің, солай жүрші деп, андай шалбар киішіп отырған. Басыңа орамалың тақпай ақ қойшы деп, өзінің қызындай жақсы көретін. Үлкенге де кішіге де бірдей оның іскерлігі мен азаматтық болмысы кім-кімге де үлгі боларлық тұлға. Хакім Абайдың адам өмірдің өлшемі мен бағасы көп жасауды емес, артына із қалдыруда деген оймақтай ойы Қасекеңдей жанды меңзесе керекті. Атамыз өте сондай жақсы кісі болған, еңбекқор, ешқашан ештеңеден ерінбеген, бізге ұлдарына, немерелеріне тек қана жақсы тәрбие көрсеткен, еңбекке бәрімізді үйретіп, еңбек етсең ерінбей, қарның тояды тіленбей деген бір жақсы мақал болатын. Ол атамыз жұмыстан бір үйге келген кезде бәріміз атамыздың қабағына қарап, егерде жақсы күліп келсе, бәріміз күліп, ойнап, жаңағындай жақсы болып жүреміз. Егерде настроениесі болмай, қабағы шытылып келсе, біз жаңағындай бәріміз бір жерде шуламай, жаңағындай сөйтіп жүретінбіз. Кішкентайында атам Жақабайда Құқабай, Жақабайда еркелетіп өсірген бәрі есімде. Кішкене есіміз кірген кезде әрдайым еркелетіп айтатын. Осы үлкен азамат болады, осы адам бір сөз қызмет жасайды, бір қызметте болады, бұл қызметте болады деп айтатын. Бір Алланың құлағына шалынған шығар. Құдайға шүкір бір қызметте жүрміз. Халқымызға еңбек жасап, бұл президент болады деп айтатын. Әрдайым сөйтіп көңілде ішінен ашылып айтатын еді. Сол кезде бір сериал болатын бізде, бір Сыған сериалы, Кассандра деген. Сол кезде атам айтатын, міне менің Кассандрам, міне несімен бұл актерларға, актрисаларда несі кем менің қызымның. Осындай Кассандрам бұл менің, Кассандра деп. Үстіп сол атамның арқасында осы бүкіл ауылға мен қарт кісілерге әлімге шейін Кассандрамын. Адамзатқа бір рет берілетін өмір текке өтпеді. Әкелі балалы жандардың бекзаттық болмысы, асқақ рухы және азаматтық бейнесі ағайын туыстың көңіл көгінде, жүрек төрінде мәңгілік мәулей. Бұған себеп те жоқ емес. Қасымжан ағаның немересінің аты әкесінің атымен аттас, Бекмұхамбет. 2006 жылы әкем дүниеден озды. 2007 жылы жаңа кішкентай ұлым дүниеге келді. Содан кейін жаңағы енді сөзіміз, айтылған сөзіміз бар, неміз бар. Сонымен баламызды фамилиясын Бекмұхамбет деп алайын деп едім. Үлкен әпкеміз үшеуінің фамилиясы бөлек болып қалады. Атын қоямыз деп, соны Бекмұхамбет деп, жаңағы атамыздай болсын деп кіші баламызды содан атадық. Атты алып келдім, ертеп беріңіз. Жаным, сол. Ой, Бекмұхамбет мен. Бекмұхамбет бердің ла мен қара. Атты ертерін алдында. Кішкентайсың ғой сен әлі, бойың өспейіп. Сен атаңды үйреткен міне. Арқан атын сипайды. Ертерін алдында. Түсіндің бе мен? Бекмұхамбет. Атаң үйреткен мұны. Атадан мен саған үйретіп атам. Ішкілік, аттың ішкілігі міне. Бір қағап, атқа саласын. Тегістеп, тегілеп. Тоқымын саласын. Көтеріп, сипап. Тоқымын зөңгі бауын жинайсын. Жан жаққа бітіп. Жанына бітіп. Мына шетін. Көтересің, саласың міне. Артқа, құйысқанды. Саласың атқа.
Бекмұхаммедтен Бекмұхаммедке дейінгі ұрпақтар жалғастығы осылайша өрбіді. Алланың әмірімен дөңгелек жер айналып, күн батып, таң атып тұрғанда, ұрпақтар жалғастығы үзілмек емес. Атадан балаға жалғаса бермек, жалғаса бермек.